Я, Аджекова Эльмира Айнадиновна, уже 27 лет работаю в стенах муниципально-казенного общеобразовательного учреждения Кальнаульская средняя школа имени Суина Имамалиевича Капаева. В нашей школе каждый ребенок может найти занятия по душе, а ведут их ведущие специалисты нашей школы, асы своего дела. Наши учителя горят и зажигают своих детей. Они все знают изречение Сократа: в каждом ребенке солнце, и оно должно гореть. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть этот сказочный праздник, самый яркий праздник в году, принесет всем огромное счастье, благополучие семейного, любви, поддержки близких и, конечно же, победы. Победы все в нашей стране. Пусть наши защитники вернутся живыми, здоровыми в следующем году. Мен кітапхана құлықшысы бұл ауылда ішлеймін. 40 жылға жуық ауыл кітапханасында. Атым Ауасқан Әлімғасықызы Гүлниязова. Менің құлығым маға бек ярайды. Не үшін десе, кітап пайлау балаларға ол бір әрузат, олар жуырып келіп, бәр затыманда бөліседілер. Оқыған затларыманда түшінмеген затларын айтаман. Біз школамынан бек әру қатнас жүрітемен. Менің меканым жоқ, мен школада пайлайман балаларға книгады. Ем бәр озғаратаған шаралар, бәрісі де мектебімізде озады. Бек әру біздің талаплы, өнерлі балаларымыз. Бек әру білімлі, терен білімлі оқытушыларымыз. Біз оларман өктемсейміз. Bizim мектебіміз әр заманда да әру орынды тұтып, қайдай шаралар осса да балаларымыз бек әру өнерлерін көрсетіп жүреділер. Менің айтқым келеді. Не деп айтайын, келе атқан жаңы жылыңыз қайырман кесін. Оқытушыларға да, оқушыларға да бәріне де үлкен үстінліктер, ден саулық, елімізде, күнімізде емішілік болсын дайымда. Ел аман болса, ден сау болса, бәр затты болар. Ярлыдың байлығы, денін саулығы деген, иншалла. Қош келдіңіз қонақлар. Бүгін біз сізді жылы аламыз Кәлін ауыл Сүйін Капаев атлы мектебінде. Біздің басшымыз Эльмира Айнадин қызы. Біздің школада 20-ға жуық оқытушы іслейді. Біз бәрімізде бір әйелде болып, тыпақ болып ішлейміз. Жаңыларда район ортақшылық етілі балалар ертегілер конкурсында ортақшылық етіп, өз талапларын көрсеттілер. Әлі де конкурслар болаяқ заманда бізде онда ортақшылық етпеге боламыз. Мен мұнда 45 жылдан бері ішлеймін. Өзім начальник классларда ішлей тағын едім. Әлі болса кітапхана құлғын жүртемін. Әрбір даталарда біз мероприятиялар жүртеміз. Оқушылармен книга ақында көп хабарлаймыз. Викториналар, неделен детский книга жүртеміз. Балалар бәрді сүйіп книгалар алады. И оқытушылар да, оқушылар да библиотека келіп книга алады. Мен келе атырған жаңы еліңізбен құтлаймын сізді. Өнеріңіз күніңізге артсын. Ден саулық, ұзақ өмір сізге. Әр заманда сізде қонақ болғанды күтеміз. Ден саулық, еміштік болсын. Мен 1984 жылдан алып бұл мектепте ноғай тілінен ем адабиятын оқытушы болып істеймін. Өзімнің бай емісті ана тілімді бек сүйемін. Сол тілді өзім оқушыларыма да еткермеге шалсамын. Балалар, яс несіліміз оқуға бек тартыладыр. Ноғай тілді
үйрөнмөгө бек сүйөдүлөр. Көп шаралар, жолугушуулар озгарамыз. Шараларда, озгарышларда bizim окутуучулар болсун, окуучуларыбыз болсун, тыпак болуп, bir айелде болуп катнашадылар. Мен bu школада, bu мектепте ишлеймін 1977 жылдан тұрып. Ишлегенім уже менің болады 45 жыл. Но мен bu школада бек сүйемін. Сначала мен ишлегенмін физрук болып, физкультурный біткенмін. Проработала 13 жыл, возраста келді. Я закончила географический факультет и работаю географом в этой школе. Уже работаю 32-33 года уже. Сүйеділер географияда. Интересный же предмет. Поэтому балалар да сүйеді. И каждый год өге береміз біз. Нормально береділер. 3-ке де береділер, 4-ке де береді, иногда 5-ке де береділер. Бек ару телевидение, постоянно қараймын. Мен мұнығым борьбаға үйредім, второй класста, имам деген кедім. Такие соревнования болады. Біз сізді постоянно үйде телевизорда қараймыз. Постоянно. Вообще ару передача бір ару болды бұл ашылып. Ondan da көп түрлі телеберүүлер Достар ТВ каналда. Жазыламыз, қараймыз.